Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге өте пайдалы ақпаратпен бөлісетін болам. Ешкі сүті жоғары азықтық және биологиялық құндылығы бар ерекше тағам. Өзінің физикалық, химиялық қасиеттері мен дәміне сай, ешкі сүтінің сиыр сүтіне немесе басқа да ауыл шаруашылық жануарларының сүтімен салыстырғанда тиімді айырмашылықтары мол. Ешкі сүті 99 аурудың емі. Ешкі сүтінің адам денсаулығына пайдасы туралы ел арасында ертеден белгілі, бірақ қалай және қандай ауруларға дауа бола алады, осы жайлы сөз қозғамақпыз. Бүгінде ғалымдар ешкі сүтінің емдік және басқа да аурулардың алдын алуда, әсіресе анемияда, тағамдық аллергияда, туберкулезде, асқазан ішек жол ауруларында, қант диабетінде, диатезде, сонымен қатар көздің нашар көруінде пайдалы деген қорытынды жасады. Сондай-ақ ешкі сүтінде кальций, магний, фосфор, марганец, аскорбин қышқылы, мыс, А, В1, С және Т дәрумендері бар. Сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүтінде В12 дәруменінің құрамына кіретін кобальттың мөлшері 6 есе көп, ал калийдің жоғары мөлшері жүрек қан тамыр жүйесінің қызметіне оңтайлы әсер етеді. Ешкі сүті аса бағалы тағамдық өнім. Организмге оның құрамды бөлігінің 95-98% сіңеді. Ешкі сүтінің құрамында 13,4% құрғақ заттектер, 4,4% май, 3,6% белок, 4,9% лактоза бар. Ешкі сүті химиялық құрамы жағынан сиыр сүтіне жақын. Аллергияда бейім адамдарға сүт өнімдері жақпайтындығы бәрімізге белгілі. Мұндай науқастар әсіресе сиыр сүтін пайдалана алмайды, себебі сиыр сүті аллергияның қоздырушысы. Бірақ сүт сіздің ағзаңызға қажет. Ойлап қамығудың қажеті жоқ. Оны 100%-ға алмастыра алатын өнім ешкі сүті. Мұны түсіндіру оңай. Ешкі сүті біріншіден аллергияны қоздырмайды, сонымен қатар аллергияға бейім адамдардың ауруын түбімен жоятын қасиетке ие. Ағзаны қалыпқа келтіреді. Ешкі сүтіндегі май түршіктері сиыр сүтіне қарағанда өте төмен. Сондықтан адам ағзасына түскен ешкі сүті тез қорытылып сіңірілетіндіктен түрлі факторлардың салдарынан әлсіреген ағзаға өте пайдалы. Сүйекке пайдасы. Ешкі сүтінің құрамында сүйек тіндерін қатайтатын кальций және Д тобындағы дәрумен. Ешкі сүті диатез дертінде. Қазіргі кезде көптеген балалар мен олардың ата-аналары диатез және терінің қабынуы сияқты дерттерге тап болып жатады. Мұндай ауруға шалдыққан бала қиналатындығы, оның емделуі ұзақ уақыт алатындығын ата-аналар біледі. Ал бұл дерттен ешкі сүтін ішіп біржола арылуға болады. Дәрігер-педиатрлардың анықтауынша, ешкі сүтін жиі ішетін балалар диатез дертіне шалдықпайды екен. Сондықтан да балаға үзбей ешкі сүтін беріп, тамақтың алдында 2 ай бойы ішуі қажет. Қант диабеті дертіне ешкі сүтінің пайдасы. Халықтық медицинада қант диабетімен ауыратын науқастарға ешкі сүтімен жүргізілетін емдік тәсілдер өте көп. Соның бірі күніге әр 2 сағат сайын ешкі сүтін үзбей ішуге кеңес береді. Бірақ мұндай ем жүргізілген кезде дәрі-дәрмек ішпеу қажет. Қатерлі ісік дертіне пайдасы. Ешкі сүтінің қатерлі ісік ауруының алдын алып, оның жеңіл түрлеріне. Ешкі сүтінің балаларға пайдасы мен зияны қандай? Баланың күнделікті тамақ рационына ешкі сүтін енгізгіңіз келе ме? Көп адамдар ешкі сүтінің денсаулыққа пайдасы орасан зор екенін ежелден білген. Мәселен, ол туралы алғашқы жазбалар ежелгі грек аңыздарында кездескен. Шын мәнісінде ешкі сүті дәрумендерге бай, тіпті ана сүтін алмастыра алатын теңдей сусын болып табылады. Десе де оның пайдалы қасиеттері көп болса да, кей жағдайда ол нәресте денсаулығына зиян тигізуі де мүмкін. Осы орайда бүгінгі материалда ешкі сүтін қай уақытта ішкен жөн және қандай жағдайда одан бас тартқан абзал деген сұраққа жауап іздейтін боламыз. Ешкі сүтінің балалар денсаулығына пайдасы қандай? Осыдан бірнеше онжылдықтар бұрын сәбилерді жасанды ұнтақ сүтімен емес, ешкі сүтімен өсірген. Себебі ешкі сүтін адамдар Ешкі сүті гипоаллергенді әрі ана сүтіне құрамы жағынан ұқсас келеді. Сол себепті шақалақтармен қатар ересектер үшін де ешкі сүті пайдалы болып келеді. Ешкі сүтінің емдік қасиеті оның құрамымен тікелей байланысты. Мәселен, ешкі сүті отадан кейін немесе күрделі ауруларға шалдыққан науқастарға аурудан ешкі сүтінің балалар денсаулығына зияны бар ма? Ешкі сүті пайдалы болғанымен оны шамадан тыс қолдану денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Оның пайдалы элементтер мен гипоаллергенді құрамына қарамастан, кейбір жағдайда ешкі сүтін ішуге тыйым салынады. Мәселен, дисбактериоз немесе ішектің дұрыс жұмыс жасамауы кезінде, эндокринді жүйенің бұзылуы немесе нәрестеде артық салмақ болған жағдайда, ұйқы безінің дұрыс жұмыс жасамауы
ешкі сүтіне қатысты күмәніңіз болса, онда міндетті түрде педиатрмен кеңесіңіз. Назар аударыңыз, аталған материал тек ақпараттық сипатқа ие. Жоғарыда айтылған кеңестерді тек дәрігер рұқсатымен қолданғаныңыз абзал. Егер айтылған кеңестер пайдалы болса, бір кәдеңізге жараса, каналға тіркелуді, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге